Короче, ана Гостың менімен қоштасып отыр. Кешіріңдер. Гостың менімен қоштасып отыр, короче. Жаныма барлығы неден басталды негізі? Барлығы мен үйімде дезинфекция болған соң, короче, мен жаттым диванда да, и такой бір клоп деген нәрсені көрем, бір постельный клоп деген нәрсе болады, мен фотосын көріп отырсыңдар. Осындай бір гнидалар жүреді екен, короче, как-то бір жаққа үйге кір кетіпті. И мен шошып кеттім де, менде ондай нәрселерге фобия, и дезинфекция шақырдым. Адамды шақырдым, ол улады үйде, мен өзім басқа жаққа кетіп қалдым. Гост болса мысықты, оны досым үйіне бере салдым, өзіммен бірге алып кете алмадым да. Содан кейін айтты маған, 24 сағат үй проветриваться етіліп, терезелері ашық тұрып, үйде влажный уборка жасау керек деді. Содан кейін ғана мысықты кіргізе аласың деді, чтобы ауырқамайтындай. Мен сөйтіп жасадым, сөйтіп уборка барлығын жасадым, там проветривание бәрін жасадым. Но сонда да кішкене иісі қалды. Кішкене ана удың иісі қатты қалды. Кішкене қатты әйтеуір қалды иісі. И маған айтқан, ол нәрсені бір жерден, там бұрыштардан мысық жала қойса, бірден кесте қойса, почкалары, мысықтың почкасы отказ беріп, мысық өледі деді. Его спасти можно, да? Ну, мы же сейчас это и делаем. Это возможно, да? Ну да. Содан кейін мен тілеп жүрдім енді, нормально болса екен деп. Сосын уборканы былай жасай салдым, шындығымды айтайын, былай жасай салдым. И мысықты алып келдім бір күннен кейін, 2 күннен кейін ба даже. Содан кейін мысық жүрт-жүртте бір күннен кейін уже бір күн үйде болып, уже басталды. Өзінен өзі бір любой нәрседен шошиды, бит қасан шош кетеді, там күнде мені қарсы алып тұратын есіктің алдында. Сол ауырған соң уже мені көреді де қашады. Как-то галлюцинация көре ма? Сондай нәрсе болды. Потом екіншісі байқағаным, мен ойладым, мен мысығын естен кішкене жынды жүрген шығар деп. Екінші уже байқағаным, аяқ қолдары дірілдейді ана мысықтың. Дір деп. Мен просто тоң кеткен шығар дедім. Сосын қарасам, вообще дірілдей береді, қоймайды. Мен такой шошыдым, уже шоши бастадым. Жестко шоши бастадым. Себебі мен Алматыда осы жалғыз тұрып жатқанда, жалғыздық деген нәрсе негізі қатты тиеді адамға. Вот сондай кезде Гост маған көмектескен, реально. Мен оны кәдімгідей бауыр басып қалыппын. Реально кәдімгідей жақсы көріп қалыппын Гостты, мысықты. Вот, и ол алдында қатты ауырғанда сөйтіп. Содан кейін, короче, 2 күн тамақ ішпеді. Мен бүгін 3 күн тамақ ішпей отыр. Мен қорықтым, короче. Ветеринар шақырдым сразу. Сосын қорықтым да мен. Ветеринар шақырдым сразу. 24 сағат істейтін ветеринар түнгі 2-де шақырдым. И мен, короче, жаттым да. Гост маған вообще мысық вообще келмейтін мен жаныма. Мен үстімде жатпайтын. Жаныма келіп, тыныш жатпайтын. Ол всегда қолымды тістеп, наңғырандар көрініп тұрмын. Тістеп тастайды, тырнап тастайды. Вообще жатпайтын. Мен қинап алып келсем де қашып кететін. Вот сол кезде, сол соңғы күнде, ветеринардың келген күнде, ол 3 рет маған келіп, қоштасқандай болып, жанымда жатты. Реально, мен оқыған бір жерден мысықтар өлетінін сезгенде, хозяинмен кеп қоштасып кетеді. И ол қоштасқандай болып маған қарап, бүйтіп қарап жатты, тып-тыныш өз жаныма кеп. Мен жыладым, реально, мен жылап жібердім, мен көзім жас ағып, еніреп. Мен қазір ұялмаймын даже сендерге оны көрсетуге. Но осылай бірінші рет жатыр. Никогда... Никогда жатпайтын бұл.
потому что сендерден скрывать еткім келмейді. Мен қандаймын, мен сондаймын. Мен де көзімде жас ағады. Вот, мен шошып кеттім қатты. Бәріне сәлем. Экстренный қосылым дейік, мен не дейік, білмеймін. Короче, мынандай жағдай. Кешіріңдер, мен сразу сендерге барлығын түсіндірейін деп камераны қоса салдым. Күтілмеген жағдайда. Мына Гост өте жаман аурумен ауырып жатыр. И бізбен скоро болмай қалуы мүмкін, Құдай сақтасын. Бүкіл нәрседен шошынып жүр, дірілдеп жүр. Андай, ол еще Гост менімен никогда бейтпейтін, андай. Мен жатам ғой, сөзін мен жаныма келіп жатпайтын. Вот бүгін бірінші рет өмірімде ол мен жаныма келіп жатты, 2-3 рет. Просто өзі келетті ақырын, қойма кіріп алып жатады тып-тыныш. Кешіріңдер, Гост мен Алматыда жалғыз тұрғанда, бір ай депрессияда болғанда Гост мені құтқаратын. Өзімді жалғыз сезінген сәттер көп болады менде. Сол кезде Гост мені құтқаратын осы, мына мысық. Бұл жай ғана мысық емес. Бұл уже мен балам сияқты болып кетті десе де болады. И бұда не ауру екені, бұл ят жеді ғой деймін. Почкасы отказ беріп жатыр, короче. 2 күн уже почти тамақ жеген жоқ. Тамағын салдым. Тамағы әлі тұр, толып тұр. Вообще жеген жоқ, апарық болып кеткен, дірілдеп отыр, короче. И мен білмеймін, мына видео ютубқа салына ма, салынбай ма. Ешқашан Гост бүйтіп қарамайтын көрдіңдер ма, ауырып тұрған көрініп тұрғым мен. Кыс. Гост дірілдеп отыр. Же бағана көтеріп, құшақтап, сипалап атсам, маған қарап тұрғандай аянышты көздермен. И ветеринар келді. Ветеринар келген соң, ол маған айтты, короче, лечение қанша дедім, 25 мыңнан 30 мыңға дейін деді. Сосын, ну-ка, ладно, хорошо дедім, шақырдым сразу, аямайым ақша, короче, шақырдым. И келді, 3 укол салды, маған көрсетіп кетті, осылай саласын сен деді. Мен укол ұстап көрмеген адам. Ұстап тұрдым, мысықты ол салды, көрсетті, қайқы салу керек. И айтты, осылай 5 күннен 7 күнге дейін укол салып жүресің, содан кейін жазылады деді. И ветеринар 3 уколды маған берді, қалдыр кетті, міне осылай деп бір қағаз берді, қағазға инструкциясын жазып 30 мың теңге алып сөйтіп кетті. Содан кейін 3 уколды, короче, 30 мың теңге сатып алдым. Но ақшаны вообще жалеть етіп тұрған жоқ мұнда. Мұнда Госттың денсаулығы үшін мен қатты переживать еткенім соншалықты. Просто ана тәте сол келген ветеринар мен переживать етіп тұрғанды көрді ғой деймін, содан кейін қымбаттатты ғой деймін. Өйткені шақ укол. Вот, не суть, ладно. Короче, достар, ветеринар келді, сөйлестік, укол қойды, 3 укол салды. И Құдайға шүкір айтады. Иншаллах ананы жазылдыруға болады дейді. Почкасынан отказ кеткен, и соны почкасын қайттан восстановить етуге болады дейді. Вот сол үшін мен кішкене қуанып тұрмын. Вот енді қазір мысықты үйден алып кету керек, өйткені үйімде дезинфекция болған. Содан заражен болып, мысық, бірақ мен проветривание бәрін жасадым. Бірақ как-то заразиться етқапты бір бұрыштан әйтеуір. И қазір енді мысықты срочно бір таза үйге апар деді. Ауасы таза, ештеңке болмаған, там дезинфекция түк болмаған. И мен қазір бір подругама апарайын деп жатырмын. Вот, срочно апар деді, так что мен кеттім. Содан кейін маған айтты, прям қазір, түнгі 2 сағат, түнгі 2. Прям қазір мысықты басқа үйге апару керек деді. Мен сосын блин дедім, кімге апарам деп.
вообще таныстардың үйлері бос емес. Тұрдым да подругам үйіне кетіп қалдым. Сен де бола тұрсыншы деп. Подруганың квартирасының хозяйны қарсы болыпты, короче. И блин деп мен, короче, далада тұрым. Короче, мысықты подруга меня алып келсем, ол хозяин айтты, короче, үйдің хозяйны. Болмайды мысықты алып келуге деп. И қазір куртка кимей шығып кеттім даже. Міне мысық. И қазір не істерімді білмей тұрмын. Алматыда менде таныстарым онша көп емес. И қазір білмеймін не істейтінімді. Подъездің алдында тұрмын, сол подруганың үйінің подъездің алдында. Гост менмен андай сумкасында жатыр ол. Госттың там ыдысы, туалеті барлығы менмен тұр. Мен курткасызбын, дала суық, мен осылай толстовкамен шығып кеткем тез деген сон. Сосын Бержанға звондадым. Бержан үйінде тоже болмайды екен, ол хозяиндары рұқсат бермейді екен. Содан кейін тұрдым да блин деп тұрып, қарындасым жазып қалады, мен инстаграмда стористар салдым. Көзіме жас аққан сторис тоже инстаграмда салдым. Сол маған жаза бастады инстаграмдағылар. И телеграмға да мен подписчиктарға айтып аттым барлығына. Вот сендер кім телеграмға подписан, мен телеграмға. Көрдіңдер да сендер, мен сендерге айтқанымды мысыққа не болған барлығы. Вот. Сендер де тіркеліп қойыңдар телеграмға, ссылкасы описаниеда. Өйткені осындай информацияларды, шұғыл информацияларды мен телеграм мен инстаграмға айтам сразу сендерге, подписчиктарыма. Вот. Содан кейін, короче, қарындасым жас қалады. И такой, қарындасым бар екен ғой Алматыда деп. Звондадым, алло, короче, айым, мен мысық тассам бола ма сенкіне, короче, өлейін деп жатыр. Ол такой, давай, кел сразу деп. Мен сразу сояққа бардым, мысықты жайғастырдым, уколдарын қалдыр кеттім де. Короче, достар, мен қарындасым үйіне келдім, айым. И, короче, мысықты осында қалдырамыз. Осында ол емделеді. Қыздармен Вот. Көрсетпез еді просто. Сендер айтпаңдар көрсетіп қойғанды. Вот қазір сағат түнгі 4. Таңғы 4. Енді мен бір апта почти мысықты қарап осында кеп укол салып жүру керек. Вот. Енді емделеді деді маған. Соған қатты сенеміз. Сендер де былай жұдырықтарын тыстаңдар, тілендер емделіп кетсін деп. Уже 3-ші күн өтті. 2-ші күн өтті майлы. Мен уколдар салып жүрмін. Уже 2 рет салдым укол. Да. 3 күн мысық тамақ ішпеді вообще, су ішеді только. Маған глюкоза еще салды деді. Вот мен аптека бардым, глюкоза деген укол алдым, короче, и уже 4 укол салып жүрмін маған мысыққа. Сөйтіп қазір госттың жағдайы өте қиын, достар. Реально. Мен алдында осы видеоны түсірдім ғой осы бағанағы. Сол кезде түні бойы еңіреп, көзімнен жас тоқтамай ағып, қайғырдым десем бола ма? Потому что шошып кеттім уже, ана ауруды емдеу өте қиын. Госттың қазір почкасын, мен мысығым почкасының жарты пайызы уже істемейді, жартыдан көп пайызы. Ойлаңдаршы, оны восстановить ету өте қиын. Гуглда даже восстановить ету невозможно деп тұр. Ветеринар айтты маған, оны восстановить ету мүмкін деді, но өте қиын деді. И қазір екі момент, либо повезет, жолымыз болады да гост аман сау болады, либо Құдай сақтасын, гост тастайды. Сендерде болған шығар сондай өздерінің мысықтарын или иттерін, который сендер оларын жақсы көрдіңдер, и ол бір моментта қатты ауыр қалады или қайтыс болады. Менде көп болған ондай. И гостқа мен өте қатты бауыр басқаппын. Ол сіз боламын. Еще туыстар анаяқтан айтып жатыр, там мысықтан құтыл, мысықты лақтыр, там далаға лақтырып жер, там. Мен айтам да қалай лақтырам, мен оны жақсы көремін деп. Вообще бүткілі қарсы, и поддержка ешкімнен жоқ. Сендерден ғана поддержка күтем. Достар, каналға тіркелесіңдер енді. И осы видеоға лайк басып, комментарияға өздерін
қолдау ретінде маған бір жақсы сөздер жазсаңдар, маған реально шын айтайын өте күшті болып қалады. Типа жазыңдар там алаңдама деп, өйткені мен алаңдаймын, типа мен басымда накручивать еткен жақсы көремін. Мен алаңдаймын қатты, осылай оқыса не болады, осылай оқыса не болады. Сендер жазыңдар, типа андай Бақытжан алаңдама, барлығы жақсы болады, ондай болған типа өтірік бересіңдер, болады, ондай болған, ол жазылады, жазылдыратын нәрсе деп. Вот, енді Гостты қатты жақсы көремін. Гост, сен Бақытжан каналының тоже лицосың. Сен бізге керексің. Әсіресе маған қатты керексің. Сау бол.